Бір өнерді келесі бір өнердің тудыратыны бар. Бір ғана киноның өзі бір қатар жаңа өнерді дүниеге әкелді. Соның бірі каскадерлік өнер. Қиындығы көп. Біздің елде бұл жолды кәсіп қылғандар некен саяқ десе де, басын бәйгеге тігіп, тәуекелге бел байлап жүргендер баршылық. Бүгінгі біздің кейіпкер солардың бірі. Бірегейі, театр және кино актері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, қазақтың тұңғыш каскадері Байкенже Белбаев. Алматыға ерте келген себебім, бала кезімде келген себебім, 60-шы жылдың басында бірінші әкем, одан бір жылдан кейін шешем дүниеден озды. Мен ең кенжесі едім. Аға апаларым отау құрып, жеке-жеке семья болып кеткен. Мен жалғыз қалатын болдым. Содан Алматыда Меруерт Әбіққызы Белбаева апам, жездем Әбдемір Исабекұлы қолын алды. 12-13 жасар баламын о кезде. Содан қолын алып, мына қазіргі о кезде 12-ші мектеп интернаты Керіп көшесінің бойындағы. Сонда орналастырды. Бірақ апам айтты, көзім тірісінде сен интернатта жатпайсың, үйден барып оқисың деп. Сөйтіп мен Алматыға келдім. Көпшілік Байкенже Белбаевты Байкал есім арқылы таниды. Оның экраннан жарқырай көрінген рөлдері көп. Алайда қазақтың тұңғыш каскадері ретінде көпшілік біле бермейді. Мектеп қабырғасында жүргенде Байкалаға өзге балалардай спортқа әуес болады. Бастапқыда күрес үйірмесіне қатысады. Бас аяғы 3 жылдың ішінде жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы атанады. Оның тасы өрге домалай бастайды. Ал өнер әлеміне келуіне мынадай бір қызықты оқиға себеп болған екен. Сөйтіп жүргенде күндердің бір күнінде қазір эстрада колледжі деп аталады. Ол кезде студия эстрадного цирковое искусство деп аталатын. Соның цирк бөлімнің жігіттерімен кездестім. Әңгіме шығып, содан кейін жігіттер осылай біз сонда оқимыз деді. Жалпы біз әкем иманды болғыр өнерлі адам еді. Жақсы өлең айтатын, Құрманғазының Дәулеткер үйдің күйлерін жақсы орындайтын. Содан немерелерін, балаларын отпускіге, демалысқа келгенде жинап алып, кешке жақын кәдімгі біреуін тақпақ оқытқызады, біреуіне өлең айтқызады, біреуін күй тартқызады, гармон ойнатқызады, сондай болатын. Байкал ағаның жас кезінен әнге құмартып, спортқа жақын болғаны отбасындағы бәсеке мен әке тәрбиесінің арқасы. Содан кейін эстрадна студиясына түстім. Түсіп, соның 2 жыл цирк бөлімінде оқып, 70-ші жылы қазақ, өздеріңіз білесіздер, бірінші қазақ цирк ашылды. Қазақ цирктің коллективі болды. Өмірінде қазақта цирк деген болмаған, цирк әртісі болмаған. 73-ші жылы үйленіп, Мәскеуде Маржан деген қызымыз дүниеге келді. 74-ші жылы Қазақфильм киностудиясына бір топ қазақтың ұл қыздары келіп, Мәскеуден штатный актер дейді, ол кезде болдық баяғы. Ол кезде Қазақфильмде 2 фильм, 3 фильм қойды. Уральск в огне, Выбор деген фильм болды. Бәйтен Омаровтың бір фильмі болды. Қойшы айтуы. Сол бір күні Елдар Оразбаев деген режиссер аулада жүрсін, бейді сен Байкал бола ма сен деп. Иә, мен қазір кино түсірем, жақында киноның аты Выбор, орманшы туралы. Сонда бір кішігірім трюк бар, соған қалайсың деп. Басты рөлді геройдың баяғы дублері керек деп. Сүметін сценарийді оқып көрейік, не болар деп. Соны оқыдым, басты рөлде иманды болғыр досым Жамбыл Құдайбергенов деген актер болатын. Сонда бірінші трюковой съемкам болғаны. Ол кезде былай болатын, үйдің бұрышынан ерттеулі ат
шауып шыға келгенде мына жағынан жаңағы герой келеді да аттың ер тоқымынан ұстайды да сүйретіліп барып секіріп міну керек болады. Соны жасадым. Жас сен бе, баламыз бар, қанша төлейсіңдер дедім. 70 сом дейді. Ой, шүкір Алла. Ол кезде 70 сомға бір ай жұрт жұмыс істейді. Молодой специалисті дейді ол кезде. Сөйтіп, сол фильмде бірінші трюковой ем болды. Содан кейін, айтмай, тағы да ақша табуға болым, конюхтың орны бар деп. Онда конюх болайын деп, конюх болып жұмыс істеді. Семен асырау керек. Көпкерін ақша таптық. Сөйтіп жүргенде бір жыл өтті, 2 жыл өтті, 2 жылдан кейін жаңағы Елдор Оразбаев өздеріңізге белгілі Транссибир экспрессы фильмін алды. Мені сол фильмге шақырды. Тағы да сол Наташа Аримбасарованың дублері. Наташа Аримбасарова күндіз шауып, атқа отырғанын анау-мынауны өтіп жүрдік. Сол үшін есіңізде болса, пойызды қуып бара жатқанын атылады. Содан Наташа аттан құлап баяғы сол жерін. Сол мына Жамбыл облысы Жанатас деген жерде түсірді. Кинодағы рөлдері осылай жалғасын тауып жатты. Артынша ол Мәскеу және қырғыз каскадерларымен серіктесе жұмыс жасайды. Әр заманның өз талабы бар. 60-70 жылдары бүгінгідей каскадерлер тобы болмаған. Алайда ат үстінде шайқасу, аттан құлау, қылыштасу, биіктен құлау секілді іс-әрекеттерді жеке орындаушылар жасайтын. Қазіргі мысалы қойып жүрген міне Қазақ Юнион деген каскадерлік топ бар, солармен қазір мен жұмыс істеп жүрмін бірге. Олар профессионалдық деңгейде бізден биік, меніңше. Меніңше емес, биік. Олар қазір мысалы Голливудқа барып келді, Бауыржан Әбішев, непобедимый дублері болды. Ол қазақта бірінші рет, жаңағы Бауыржан Әбішев. Шварценеггер болды, Сильвестр Сталлоне, солармен жұмыс істеп келді. Өнерде шекара болмайды. Өнер кімнің бойына дарыса, сонымен бірге көшіп жүреді. Қазақ жеріндегі каскадерлердің алғашқы тобы Байкал Белбаев пен оның өнердегі, өмірдегі жолдасы Ерік Жолжақсыновтың бастамасымен құрылады. Сол кезде мына көшпенділер киносы басталып кетті. Аяқ астынан содан айтып-бүйтіп, опыр-топыр айтып бірдеме құрдық. Содан Орлов деген бұрын Голливудта істеген постановщик сол келді. Жанында 3-4 жігіт бар, мұн жақтан қырғыздар келді, мұн жақтан біз қосылдық. Топ қаптап кетті. Сөйтіп қазір мұна Намат тобы дейді, Қазақ Юнион дейді. Соның кейін қазір бізбен бірге істеген постановка қойған бір корейстердің тобы бар. 4-5 топ, 3-4 топ бар енді. Қазақстанның өзінде. Сен өзің жасай бер, мен яқтан орап, сен сәлдесір, сәлдесін ішіне алып, сәлдесін секілді. Біріншіден, әрбір профессияны қалай сүйсің, бұл жұмысты да солай сүю керек, берілу керек. Бұл бірінші махаббатыңдай болу керек, сонда бірдеме шығады. Себебі өздеріңіз айтып отырсыздар жаңа қауіпті деп. Бұл күндегі дайындық, соның тәртіптілік, бір-біріне деген сыйсу керек бұнда адам бір-біріне. Сыйыспаса, коллективте сыйыспаса, бұл да өте күрделі нәрсе болады. Себебі бір-бірін страховать етеді дейді, бір-бірін сақпен етіп тұрады, тартып тұрады, айтып тұрады, үйіп тұрады, бір-бірін байланысты бір-біріне. Содан кейін каскадерлердің бәрі бір трюкті жасай алады. Мысалы, біреуі мықты подсечкаға, біреуі горенияға, біреуі падение, высотный падение дейді, біреуі драка дейді, сол сияқты болады. Соны страховка кезінде бір-бірінен байланысты. Бұл коллективный труд дейді ғой, еңбек, коллективті еңбек. Қайтпас қайсар көрінген алдынан шыққан дұшпанды жан-жаққа сұлатып салатын кейіпкерлердің кинодағы айла тәсілдерін жасайтын осы каскадерлер. Ең қиын,
ең ауыр, өміріне қауіпті, оқ пен оттың арасында жүреді олар. Алайда көзге көріне бермейтін, кадр сыртында қалатын екінші пландағы актерлер. Байкенже Белбаев пайғамбар жасына келсе де күрделі трюктерді жасаудан әлі күнге қол үзбепті. Аттан құлау, биіктен секіру сынды трюктерге жаны құмар. Мәселен, Афалинаның қарғуы фильмінде бас кейіпкерлердің бірінің бейнесін сомдап, актерлік шеберлік пен каскадерлік өнерін қатар көрсетті. Объект уезжает. Ограбление по-казахски деген фильмде көбінесе төбелес, секіру анау көбірек болды. Сонда мен есімде кешкі сағат 6-дан таңғы сағат 4-ке дейін сол вагонның ішіндегі төбелесті түсірдік. Тоқтамай. Сонда мына Корея группасы болды, сонда айтып, давай еще, мен сенің жасың нешеде? Мен 28 деді, мен 63-темін қарамын. Дейді. Сол ондағының көбін өзім істедім мысалы. Қимылдардың бәрін, жаңа төбелестім. Қытайдан наличка келеді. Триаданың бір планы. Осы фильмдегі рөл үшін киносыншылар Байкенже Белбаевты ең үздік екінші рөлді сомдаған актер ретінде марапаттайды. Заманауи әрі тарихи фильмдерде рөлдерді шыңына шығарып шебер орындап, көрерменнің ықыласына бөленген. Кино саласында жүрген жарты ғасырға жуық ғұмырында 65 фильмге түсіпті. Актер үшін жағымсыз кейіпкер болмайды әрине, десе де Байкалаға осы рөлдерімен көрермен жүрегіне жол таба білді. Армандаймыз, себебі бір мелодрама бола ма деп. Арманым сол мен. Баста! Пошел! Опа! Жалпы мен 2-3 дубльден асырмайтын, себебі мен де тірі жанмын ғой. Оператор едет, мен я не поймал, я не успел дейді, айналайын, мен де тірі жаным бар ғой. Құлағанда жоқ дегенде денің ауырады ғой, мертікпегеннің өзінде. Сол сияқты нәрсе. Қанша мына қазір каскадерлар бар, соны сұраса, каскадерлардың қайсысын танисың десе, айта алмайды. Каскадерлар қазіргі фильмдерде қандай трюктер жасап отыр, керемет трюктер. Бірақ білмейді. Қандай машинелерді аударып жатыр, қандай биіктіктен секіріп жатыр, қалай жанады, қалай атпен трюктер жасайды. Бірақ белгісіз ғой оның барлығы. Осы уақытқа дейін қазақта каскадер бар деп айтылған да жоқ. Режиссер Мейірім Кәрібозовтың Сағым фильміндегі бас кейіпкер, Болат Қалымбетовтың Сардар картинасындағы қалмақ қолбасшысы, Рүстем Әбдірешевтің Балалық шағымның Аспаны фильміндегі есепші Тойбай, Сламбек Тәуекелдің Махамбеттің Семсері картинасындағы Хорунжы ықылас сынды көптеген фильмдердегі кейіпкерлері экраннан жарқырай көрініп, көрермен көңілін баурап алған бейнелер. Өміріне өнерін серік етті, ұстанымы кинода және киномен өмір сүру. Актердің жары да белгілі киноактриса. Гүлзия Белбаева Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дубляж саласының майталманы. 42 жыл жұбайлық өмірінде олар Эльдар Оразбаевтың Афалинаның қарғуы фильмінде көрініске бірге түскен. В вашей квартире мы разместим снайпера из охраны. Вы же хотите помочь родине? Хочу. Москвада қазақтар мен Ресейдің қосылған бір тойы болды. Содан біздің балалар бүкіл кімде қазақтар қай жерде оқиды, сол жерден балаларды жинап, Димаш Шахимов біздің концерт бірдеңе жасайтын болдық сол тойға. Сонда осы бәкеңдерді 3-4 бала келіпті. Сонда таныстық. Содан таныстып, 1-2 ай болмай үйленіп, содан міне 40 жыл болды. Уже үйленгенде 3-ші курста болдық, 4-ші курста маржанымызды көтеріп Алматыға келдік. Алматы әрине ғажап қала. Өйткені бүкіл жастық шағың, балалық шағың, өмірдің ең бір жастардың тәтті кезеңі осы Алматыда өтті. Сондықтан Алматы бізге өте ыстық. Күй өнерлі әрине қиын расында да. Өйткені мен мынау кішкентай өзіміздің балаларды съемкаға тасы. 2 баланы сүйретесің де жүресің, біреуін жетектеп, біреуін арқалап. Содан кейін бір 87 жылдарма осы шаршадым да қойшы осы балаларды сүйреп жүре бермей-ақ осы мен осы киноны қояйын. Қазір менің ойымша бәкең нағыз бабында болып тұр. Қазір жақсы
тарихи бір жақсы фильмдер болса қандай жақсы болады. Костюммен, не адам әртістің бар, түрде бар, дене құрылыста бар, енді қазақтың нағыз атақты тұлғаларын ойнауға нағыз келіп тұрған кез меніңше. Енді бірақ қазір беделді бандиттар дейме, сондай бір рөлдерді ойнап жүреді. Онда ойнау керек. Жағымды рөлдерден ондай рөлдерді ойнау қиынды. Байкал ағамыздың жарты ғасырға жуық каскадерлықпен айналып жүргенін біз білеміз. Осы соңғы бізбен бірге істеген фильмдері, мысалы «Заговор Аберона», «Ограбление по-казахски» деген фильмде өзіндік каскадерлық рөлін өзі сомдап шықты, төбелестерін 60 жастан асқанына қарамай. Сол жағын ерекше бағалауға болады. Қазақстанда ондай жасқа келген кезде каскадерлық жұмысты өзі алып шыққан басқа адамдар жоқ деп айтуға болады. Ол енді ол кісінің өзінің талантының және де өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігінің өте жоғары екендігін айтуға болады. Соның арқасында осы жасқа келіп, денсаулығы мықты, әрдайым таңғы 6-да тұрып, спортпен айналысып жүргенін көреміз. Соның арқасында қазақ фильмге көптеген еңбегі сіңген деп айта аламыз. Үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға демекші, армандау арқылы ғана адамның жетістікке жететіні белгілі. Көңілге толатын рөл әлі жоқ. Әлі жоқ. Тағы да қайталаймын, болады. Қазіргі заманның фильмдерін түскенде мен оны да аңсаймын. Өзімнің жасымдағы кейіпкерлерді сомдағым келеді. Аңсаймын. Міне менің немерелерім де келді. Кереға, мына Мәруа деген үлкен. Міне Нұғман мынау. Ойбай, міне ойбай. Мынау Дания деген. Жақсы көресің бе атаңды? Жақсы көрем. Қатты айтшы. Жақсы көрем. Жақсы көрем. Фамилияң кім сен? Нұғман Белбаев. Нұғман Белбаев. Сенің атың кім? Дания. Сіздің атыңыз? Қайда жүрсем, атам екен, көп көлемдей жалтам екен. Көңілсіз ұйысына қимай оны батыр екен. Алматыда тұруды аңсамайтын, Алматыны сағынбайтын пенде жоқ. Ұлы тұлғалардың табанының ізі қалған қасиетті жер бұл. Тектілер мен тау тұлғалы азаматтардың жері, талай ғасырлық тарихтың куәсі болған Алматы, жаңырағы шаттыққа бөленген талай жастардың да махаббатының куәсі. Алматы маған өте ыстық. Себебі менің балалық шағым өтті Алматыда. Менің жастық шағым өтті. Менің қазіргі шағым өтіп жатыр. Алматыда менің ұлым келді, немерелерім дүниеге келді. Жалпы Алматы махаббатым деп айтуға болады. Өлең бар ғой, менің де жастық шақ өмірім көшеде кетіп барады деп. Сондықтан өткен уақытқа қарасаң, жастық шағым көшеде кетіп барады. Ыстық шақ, Алматы жылдан жылға көркейіп келеді. Білім, мәдениет ордасы Алматы. Қалай дегенмен. Алматының халқы ерекше. Бұнда Алматыға келген адам өзгереді. Мінез құлқы өзгереді. Жалпы өзгереді Алматы. Әдемілікке тартады Алматы. Алматы 60-70 жылдары көше кең, мәшіне аз. О кезде зәулім бұндай үйлер жоқ. Көшеде өтіп бара жатқанда жекеменшік үйлердің бағынан алма ағашы алмасымен өтіп тұрды. Алманы алып, қолыңмен сүртіп, ағып жатқан арықтың таза суына жуып, алманың дәмін аузыңды татып жүре беретінсің. Бәрібір Алматы кімге болсын ыстық. Шеттен келген туристер де, қонақтар да Алматы туралы солай деп айтады. Алматы туралы сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Алматы менің махаббатым. Через все ожидания, через все расстояния я пройду и найду путь к тебе.